Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елді шулатып, біраз даулы мәселеге айналған бұрынғы министр Елжан Біртановпен бірге істі болған СК Фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы басшысы Берік Шәріпке қатысты сот үкімі шыққан болатын. Үкімге сәйкес Берік Шәріпке қаруды заңсыз сақтағаны үшін айыппұл салынды, ал дәрігерлердің вирусты жаппай жұқтыру бойынша ақталып шықты. Оған сот 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салып, сот залынан босатты. Аталмыш іс бойынша бұрынғы денсаулық сақтау министрі де істі болып жатыр. Оны жақсы білесіздер. Экс-басшы Елжан Біртанов өз мәлімдемелерінде кінәсіздігін дәлелдеуге тырысып бағуда. Соңғы сот отырысында да өзіне қатысты үй қамағы түріндегі бұлтартпас шараны 2 айға ұзартылғанына қарсы болған болатын. Біртановтың қорғаушысы сот шешімімен келіспей, соттың үкіміне шағым түсірді, бірақ сот шағымды қанағаттандырмай қойды. Сот отырысы Zoom арқылы онлайн режимде өтті. Біртановтың адвокаттары тергеу сотының шешімімен келіспейді. Олар клиентін үй қамауында заңсыз қалдырды деп санап отыр. Ал нақты Біртановтың адвокаттары шағымын қолдай отырып, мынандай жазба қалдырды. Өздеріңіз білетіндей, өткен жылдың қазан айында маған бюджет қаражатын жымқырды немесе ысырап етті деген айып тағылып, 10 ай бойы бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке іліндім. 10 айдан кейін іс асыра сілтеу санатына ауыстырылды. Мен емес, мұны мазмұнымен тағайындалған айып пен жазасы әртүрлі болып келетін жарық көрген әртүрлі мақалалар айтып бере алады. Мені ұстап күдік келтіргені өз алдына бір басқа нәрсе, ал бүкіл қоғам 10 ай бойы мені бюджет қаражатын ұрлауға қатысты деп есептеп келді. Ал ұзақ тергеу уақыты өткеннен кейін маған қызметімді асыра пайдаланды деген айыпқа айналғаны бұл басқа мәселе. Айтайын дегенім, мен бұл күдікпен келіспеймін және ешқандай қиянат болмағанын дәлелдеу үшін басты сот процесін күтемін. Осы орайда менің адвокаттарымның апелляциялық шағымын объективті түрде қарауыңызды сұраймын, деді Елжан Біртанов өз мәлімдемесінде. Экс-министрдің қорғаушылары соңғы сот отырысындағы қаулының күшін жойып, Біртановты үй қамағынан босатуды талап еткен болатын. СК Фармация басшысы ақталып жатса, онда Біртанов мырзаның да ақталуы мүмкін ғой. Қалай ойлайсыз, елдің сынына қалып келген Алексей Цойдың орнына Біртанов мырза қайта келуі мүмкін бе? Өз ойыңызды айтар, пікір ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.